Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме көктем айында оңтүстік Қазақстан Алғабас ауданы Жаңаталап елді мекенінде қырғын төбелес болған еді. Сол төбелестің қалай болғанын, соңы немен аяқталғанын әңгімелейтін боламын. Асқан 1966 жылы дүниеге келген. 10 класты бітіргеннен соң өзі мектепте оқып жүрген кезінде спортпен айналысып, түрлі үйірмелерге қатысып, өте белсенді болып, мектепті бітірген еді. Мектепті бітіргеннен соң аудан орталығындағы спорт мектебіне барып, жас балаларды күреске баулып, жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Ол кезде спорт мектебінің директоры Мырзахметов Гөлбек деген кісі болатын. Өте кішіпейіл, ортаны басқару қабілеті өте мықты адам еді. 1984 жылы көктем айында Алғабас ауданы мал шаруашылығымен айналысатын болғаннан соң көктемде сақпан деген болады. Сақпан дегеніміз қойды төлдету. Спорт мектебінің басшысы Мырзахметов Түгелбек Асқанды кабинетіне шақырып алып, біздің ұжымдағы ең жасы сен, сақпанға сен барып қайтасың. 1-2 күнде дайын бол. Сені осы ұжымның жүргізушісі Шекербек деген азамат сол Жаңаталапқа жеткізіп салады деді. Не керек, арада 2 күн өтіп, Шекербек дайын отырған Асқанды көлігіне мінгізіп Жаңаталап деген елді мекенге алып келді. Таулы өлке, 2 таудың ортасында сарқырап өзен ағып жатыр. Керемет жер екен. Жаңаталаптан 5 шақырымдай жерде бұлар көмекке келе жатқан қора орналасқан екен. Түс уақытында Шекербек, Асқан екеуі мал қораға келіп жетеді. Бас шопан алдарынан шығып, Асқанды күтіп алып, не істейтінін, қандай жұмыс жасайтынын көрсетіп, үйретіп жатқанда Шекербек бұлармен қош айтысып, кері қайтып кетті. Асқанның істейтін жұмысы тепляк деген болады. Жас туылған қозыларды анасымен бірге кішкентай қораға қамап, астына сабан төсеп, қой қозысын алады ма, алмайды ма, осыны бақылайды екен. Теплякта бас аяғы 80-ге жуық қозылы қойлар тұрады екен. Бір жұмадан соң меранос қойдың қозыларының құйрықтары ұзын болады. Құйрықтарын кесіп, өз алдына бөлек қораға қамайды екен. Міне осылай сақпанның қызған кезі. Асқанның жанында Жаңаталап ауылының жігіті Бақыт деген жігіт болатын. Бір күні Бақыт Асқанға ертең кешке ауылдан бір жігіт әскерге аттанады. Ол уақытта провод деген болушы еді. Соған барып қайтайық деп Асқатты көндіреді. Ертесіне кешке малдың бәрін жайғап болғаннан соң Бақыттың атына мінгесіп Асқан Жаңаталапқа келеді. Ауыл өзеннің жағасында орналасқан керемет ауыл екен. Бір үйге келіп, Бақыт мынау менің үйім деді. Екеуі аттан түсіп, атты қаңтарып, шаштарын жуып, үстерін түзеп, провод болып жатқан үйге келеді. Үйде апыр-топыр адам екен. Екеуі кіріп келіп, үйдің ішінде тола отырған адамдардың қасына барып жайғасты. Біраз уақыттан соң дастархан жиылып, биге кезек келді. Дәл сол жерде Айсұлу есімді әдемі талдырмаш қыз жүр екен. Асқан әлгі қызбенен танысып, ортаға биге шақырып, вальс билеп, екеуінің әңгімесі жараса кетеді. Жарықбас ауылы аты да айтып тұр, тек жарықбастар ғана тұратын ауыл. Бір ауыл түгелімен жарықбастар тұрады екен. Не керек? Асқан менен Айгүлдің өте жақын болып, вальс билеп жүргені Айсұлудың ағаларына ұнамай қалады. Түн ауып, түнгі 4-тердің шамасы болғанда Бақыт келіп, Асқанға қайтамыз деп, соңына ертіп, есіктен шығып бара жатқанда, Айсұлу қолын бұлғап, тек жақсылықта көріскенше деп, Асқанмен қоштасады. Асқан да қолын кеудесіне қойып, жақсы деген ишарат білдіреді. Не керек, үйден шығып, 20 метр ұзағанда тасадан 20 шақты жігіт шығып, екеуін қоршап алады. Бақытқа бұл арадан тез арада тайып тұр. Болмаса сенде таяқ жейсің. Бақыт үнтінсіз әлгі тобырдың арасынан қысыла-мысылап өтіп, сол жерден табанын жалтыратып қалды. Бұлай болған себебі Бақытты әлгі жігіттер қорқытып, егер ертіп шықпасаң,
өзіңді ұрамыз деп бопсалаған екен. Не керек? Тобырдың арасынан бір жігіт шығып, менің қарындасыммен неге билейсің? Блатнойсың ба? Қазір көреміз сені деп Асханға тап бергенде, Асхан өзіне ұмтыла берген жігітті жағасынан жармаса кетіп, қазақша күресте кашерка деген прием болады. Дәл сол приемға салып, арқасына салып, лақтырып жібереді. 2-3 метр жерге аунап түскен әлгі жігіт орнынан зорға тұрып жатқанда, және біреуі жүгіріп келеді. Асхан артқа шегініп барып, алдыңғы қолмен бір, екінші қолмен жағына бір ұрғанда, әлгі жігіт ет бетінен құлайды. Дәл осы кезде 20 шақты жігіт қошап тұрып, қолындағы ұзын таяқтарменен Асханды жабылып сабай бастайды. Асқа дың-дың тиіп атқан таяқ денесінен де ұрып жатыр. Есі ауытқып барып, әзер есін жиған Асхан көзін ашып қараса, көзінің айналасының бәрін қан басқан. Екі көзін екі қолыменен сүртіп, ең соңғы күшін жинап, тура қарсы алдында тұрған адамға қарай жолбарысша атылып, қаға-маға шалқасынан түсіріп, үстінен аттай-маттай қоршауды бұзып, бет ауған жаққа қарай жүгіре жөнеледі. Әлгілер қашты ұстаңдар деп артынан қуып кеп бергенде, Асхан сасқанынан тура қарсы алдында тұрған бір іскірт шөпке сатыменен өрмелеп шығып кетеді. Әлгі қуып келгендер сатыменен Асханның артынан шықпақ болғанда, орта белге келіп қалған кезінде Асхан аяғыменен сатыны итеріп жіберіп, саты патысымен қоса, әлгі жігіт шарбаққа соғысып, ойбайлап бақырып жібереді. Ендігі жерде сатыны шөпке қойып, шығалмасын білген әлгі тобыр тас алып, Асханды таспен атқылай бастайды. Бір кезде жас үлкен кісілер де қосылып, таспен атқылай бастайды. Бірінші кезде үлкен кісілерді байқаған Асхан мына жастарға тоқтау айтар деген ойда еді. Ойы олай болмай шықты. Бір кәдімгі үлкен жасқа келіп қалған кісі шөпті өртеңдер деп айқайлады. Тобыр қойсын ба, жан жағынан шөпті өртей бастады. Ендігі жерде сәл кешіксе шөппен бірге жанып кетері хақ. Тас қылып көзін жұмған Асхан шөптің үстіне жүгіріп барып, от болып жатқан жаққа қарай секірді да кетті. Топ етіп бір үйілген кәшектің үстіне түскенде, бұны байқаған әлгілер отты айналып, яғни өртеніп жатқан шөпті айналып, бұған қайтадан бас салды. Жан ұшыра жүгірген Асхан таң бозарып ата бастаған еді. Өзенді бетке алып, бар пәрменіменен соңғы күшін жұмсап, өзеннің жанына артында қуып келе жатқан тобырға жеткізбей келіп, 15 метрдей биіктігі бар жар қабақтың астында өзен орып өткен, сарқырап жатқан өзенге жүгіріп келген бойда қарғып кетті. Көктемнің уақыты, таулы аймақта өзеннің суы өте мұздай екен. Денесіне мың жерден пышақ ұрғандай шымырлай бастады. Өзеннің ағысының қаттылығы сонша бұны дөңгелетіп, ағызып ала жөнелді. 3 шақырымдай өзенмен ағып барып, бір жаяуаттау жеріне келгенде, ақырын жүзіп, өзеннің шетіне шықты. Дәл осы кезде таудың төбесінен жарқырап күн де шықты. Жан жақта торғайлар шықылықтап, таң атқанның белгісін беріп жатыр. Өзендің шетіне шығып, су болған шалбарын, үстіндегі күртешесін суын сығып, аяғындағы су болған аяқ киімін қағып сілкіп, қайтадан үстіне киіп, ақырын жылжып, қырға шыққанында тура асфальт жолдың жағасы екен. Үлкен бір қойтас, жалпақ жолдың жанында тұр екен. Тасқа келіп отырған, әбден сүлбесі қашқан, әбден шаршаған, басының бәрі жарылған, бет аузының бәрі көмек болып кеткен. Денесін біреу сойып тастағандай, өте ауыр, әр қимылдаған сайын жанын шығартып ауыртып барады. Тасқа келіп, қисайып отырып, көзі ілініп кетіпті. Деп ыңылдаған автобустың үні құлағына шалынды. Орнынан тұрып қараса, жарық бастан шыққан автобус тура осы Асхан отырған жерге 500 метрдей жақындап қалыпты. Асхан жолдың жағасына тұрып, қолын көтергенде, автобус шиық деп тоқтай қалды. Автобустың есігін ашқанда, автобустың ішіне енген Асхан өзінің түрінен ұялғаны сонша жерге кіріп кете жаздады. Ақырын барып, соңғы орындыққа жайғасқанда, ішінде отырған кісілер, мына байғұсқа не болған деп, үстіндегі күртешелерін шешіп, Асханның үстіне жауып қойды. Әбден шаршағанның белгісі болса керек. Асхан ұйықтап кетіпті. Шаянға келдік, дайындалыңдар деп айқайлаған шофердің даусынан оянып кетті. Әлгі кісілерге рахметін айтып, автобустан түсіп, сәл тыңайып қалыпты. Үйіне келіп, үйіне келсе, үйіндегілердің бәрі жұмысқа кетіп қалған екен. Дереу су жылтып жіберіп, жуынып, шайынып, айнаның алдына барып қараса, бет аузынан дым қалмапты. Басы 4-5 жерден жарылыпты. Сәл отырып тынығып алғаннан соң, шаштаразға барып, шашын тыпты қырғылып, алдырып тастаған кезде, шаштараз мынаны көріп, мынаумен болмайды.
Больницаға барып көрсет дейді. Жарайды деген Асқан үйге қайта келіп, жарылған жерлердің бәріне, яғни басына йод жағып, құрғатып, жатып ұйқыға кетті. 2 күннен соң спорт мектебіне келді. Мекеменің басшысына кіріп, болған жайттың бәрін айтты. Мекеме басшысы Мырзахметов Түгелбек арызданасың ба деп сұрағанда, жоқ, арызданбаймын. Қазақ атам айтқан ғой, бас жарылса бөріктің ішінде, қол сынса жеңнің ішінде деп жазбаймын дейді. Онда өзің білесің. Бір жұмадан кейін жұмысқа келесің онда дейді. Не керек бір жұмадан соң Асқан қайтадан жұмысын жалғастырады. Дәл сол уақытта спорт мектебінің завучы Ғани деген жігіт еді. Қазақша күрес пен самбодан облыстың чемпионы. Өте қажырлы жігіт еді. Оны жора жолдастары сондай мықтылығына қарап Алапат деп атаушы еді. Ғани Асқанның бет-аузын көріп, не болды саған деп сұрайды. Жай әшейін төбелесіп қалдық. Ей, сен бір адамға әл бермейтін жігітсің ғой. Саған жабылған ғой шамасы дейді. Иә, солай болды дейді. Не керек осылай? Жаз айы да келді. Жаз айында спорт мектебіндегі жас өспірімдерді күзге дейін жаңа оқу жылы басталғанша демалыс деп бәрін үйіне қайтарып, Ғани менен Асқан Шаян елді мекенінің ең жоғары жағына орналасқан. Ол вақытта автостанция деп атаушы едік. Сол автостанцияның жанында Ақжол деген кафе болатын. Сол кафеден компот ішейік деп Ғани менен Асқан Ақжол кафесіне кіреді. Ол вақытта буфет деп атайтын буфеттің алдына келіп, 2 стақан мұздай компотты алып, бір стөлге жайғаса бергенде, Асқанның көзі кафенің бұрышында отырған 5 жігітке түсіп кетеді. Ең ортасында отырған көзіне оттай басылды. Бірінші болып Асқанға қол жұмсамақ болған жігітті жазбай таныды. Компотын ішіп болып, Ғаниді бүйірден түртіп қалып, мына отырған жігіттер тура ортасындағы өткен жолы маған жабылған төбелесті бастаған сол жігіт деп иегімен нұсқап көрсетті. Ғани орнынан тұрып, жүр кеттік деп, дәл сол жігіттер отырған үстелдің басына келіп, жігіттер сыртқа шығып сөйлесейік, жүріңдер деп, әлгі 5 жігітті бастап, Асқан менен Ғани автостанцияның әжетханасы автостанциядан 800 метрдей артында болушы еді. Әжетхананың жанын үлкен забормен қоршап, бір адам өте алатын тесік қалдырған. Дәл сол тесіктен бірінші әлгі 5 жігітті өткізіп, соңынан Ғани менен Асқан өздері өтеді. Тасалау жерге келіп, Ғани сөз бастайды. Ей, сендер мықты екенсіңдер ғой. Жалғыз адамға сонша жабылып, не сендердің ата жауларың беді? Енді көреміз қазір. Әлгі төбелесті бастаған жігітке қарап, шық ортаға, мұнамен жекпе-жекке шығасың деді. Әлгі жігіт қорқақтап аяғын басып, ортаға шыға бергенде, Асқан қасына жетіп барып, аузынан бір ұрып, тізесімен бүйірінен бір теуіп, бүкшейіп қалған жігітті арқасына қарай өтіп, шалқалақтап тұрып, айландырып жерге тастағанда, жердің топырағы бұрқ ете қалды. Орнынан қарғып тұрған Асқан бөктеріп жатқан әлгі жігітті басынан, аузынан, ішінен әбден тепкіледі. Сол кезде Ғани, енді төртеуің екеумізге жабылыңдар деп, әлгілерді шетінен ұстап, самбоның приемына салып, қазақша күрестің приемына салып, бақпыртын шығарып, Ғани менен Асқан бесеуін 5 жерге домалатып тастайды. Әбден ише тепкілеп, соңында Ғани Асқанға басу айтып, біреуін өлтіріп қоярмыз, болды жетеді деп, сүйреп алып кетеді. Әбден ыза кернеген Асқан біразға дейін болқынып, жолқынып, әзер сабасы түсті. Міне қымбатты тыңдармандар, төбелестің соңы осылай аяқталды. Баяғы шөп өртенген кезде Асқаттан басқа біреу болса, шөптің ішінде қалып, өртеніп кетермеді. Бір Аллаға аян. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деушуді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қаршыдай берсін. Сіздерменен әңгіме төкен қорған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.